Ыбырай Алтынсарин шеше мен бала. Бір күні шешесі қыз баласынан сұрапты: берген ақшамды қайда қойдың? Баласы: біреуге бердім депті. Шешесі: кімге бердің дегенде, баласы: бір тентек балаға бердім депті. Шешесі: мұнан бұлай тентек болма деп берген шығарсың. Баласы: рас әже, екінші рет тентек болма дедім. Құс та Құдайдың жәндігі ғой әже. Шешесі: біз де, құс та, бөтен жануарлардың бәрі де Құдайдың жаратқан жәндігіміз депті. Баласы: әлгі бала Құдай тағаланың жаратқан кішкентай құсын ұстап алып сатайын деп жүр екен. Құс кісі аярлық болып шиқылдап тұрды. Сонда алып жүрген бала тұмсығын қыса берді де, бейшара құстың дауысын Құдай тағала естіді деп қорыққан шығар деймін. Шешесі: онда сен не қылдың депті. Баласы: мен балаға ақша беріп сатып алып құсты ұшырып қоя бердім. Менің бұл ісім сауап емес пе? Шешесі: әрине сауап, бейшараларға қайырымды болғаның. Баласы: ол бала кім біледі, кемтарлықтан құсты сатуға жүрген-ау. Шешесі: мен де солай ойлаймын. Сонда сөйлеп отырған бала сіңілісіне қарап: мана ақшамның бәрін бергенім жақсы болған екен деді. Сіңілісі шешесіне қарап: апаммен екеуміз мана бәстесіп едік. Ол балаға апам құсының бәсін не деп те сұрамай ақшасының бәрін берді. Мен айттым: құстың бәсі не деп сұрау керек деп едім. Қайсымыздікі дұрыс? Шешесі үлкен қызына қарап айтты: сенің де бұл істеген ісіңді дұрыс демеймін. Егер тағы бір манағыдай бала жолықса, ақшаның бәрін бастапқы балаға беріп қойдың, соңғыға не берер едің деді. Үлкен қызы: онда мен тағы да саған келер едім. Шешесі: егер менде мал, ақша болмаса қайтер едің? Баласы: онда деп не дерін біле алмады. Шешесі: көбірек жақсылық етуге шамам келсін десең, әр нәрсеге күтімді болу керек. Құстың бәсін сұрап, кемге бермеймін десе, сонда ақшаның бәрін беру керек еді. Ал құстың өз не құс екен? Баласы: мен сұрағаным да жоқ, әже, өзің айтушы емес пең, жақсылық еткен жанының атын да сұрама деп. Шешесі күліп: солай шырағым деді. Баласы: әже, не көрсең еді, құсты қоя бергенімде әуелі қуанғаннан тіпті ұша алмады. Сонан соң құсты сатқан баладан уәде алдым, екінші рет ұстама деп. Шешесі: қызым, жақсы іс істепсің, мінекей саған тағы да теңге. Қызы: алла разы болсын әже. Шешесі: шырағым, қызым, әрдайым осындай рақымды бол, саған мұның үшін Құдай рахым етер деді.